Шығыс Қазақстан облысының бас санитарлық дәрігерінің 16 тамыздан шыққан қаулысы 50 адамға дейін санымен қоғамдық тамақтану кәсіпорындарына қызмет етуге рұқсат береді. Рейдердің көптеген кәсіпкерлері ендірілген өзгерістерді 50 адамға дейін ұжымдық шараларды өткізуге рұқсат ретінде қабылдаған. Алайда бас санитарлық дәрігерлер көпшілік шараларға сол күйінде тыйым салынатынына назар аударуда. Қаулының 13-ші тармағында 50-ден аспайтын орынмен ұжымдық шараларды өткізусіз және күшейтілген санитарлық дезинфекциялық режимін сақтаумен деп жазылған. За последнее время, Соңғы уақытта Риддер қаласының бір кәсіпкері қоғамдық тамақтану нысанының иесі үйлену тойын өткізген үшін әкімшілік жауапқа тартылған фактісі орын алды. Кәсіпкер бірінші тармақ 425 бап бойынша әкімшілік жауапқа тартылды. 115 айлық есептік көрсеткішіне. Өйткені ол шағын кәсіпкерлік субъектісі және бұл қысқартылған өндіріс тәртібінде. 230 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұл бұрынғыдай сақталады және сол күйінде жерлеу астарын өткізуге қатысты тыйымдар сақталады. Бүкіл ұжымдық, жаппай көпшілік шараларға тыйым салынады. Бізге полиция бөлімі жіберетін материалдарды біз қарастырамыз, қажет болса, кәсіпкерлік иелері өте үлкен қаржылық көлемде әкімшілік жауапқа тартылатын болады. Сондықтан тағы қайталап айтамын. Үй жағдайында да, қоғамдық тамақтану орындарында да көпшілік шаралар өткізуге тыйым салынады.